Сәлем достар, карантинде жатып ақшаларың таусылды ма? Онда Realme C2 телефон алыңыздар. Десек қалай болады? Қой, ят болады, аяқ түсірейік. Достар, сәлем. Қазір ревью арнасына қош келдіңіздер. Біз көптен бері видеороликті біздің арнамызға салмадық, қайтып келдік. Біз бүгін бюджетті, яғни қолжетімді телефон Realme C2 смартфон қарастыратын боламыз. Оның бағасы небәрі 39.999 теңге. Қалжың айтам, 40.000 теңге. Бұл Realme C2 смартфон нақты екі қарсыласы бар. Біріншісі Xiaomi Redmi 7A, екіншісі қандай еді? Есіме түсті. Екіншісі Huawei Y5 деген телефон. Олардың арасында неге нақты осы смартфонға біз назар аударып отырмыз? Дәл қазір біз айтатын боламыз. Ендеше бастайық. Сонымен, бұл сары қорапшаның ішінде қытайлар не салған қарастырайық. Бірінші ашпас бұрын бұның сыртын оқысақ, бұл жерде тұрақты жадысы 32 ГБ және жедел жадысы 2 ГБ деп жазылған. Сонымен қатар салмағы 165 грамм дейді. Шынымен де жеңіл екен, ашып көрейік. Қорабы, бұл жерде қораптың ішінде қорапша, мини тосын сый деп айтсақ болады. Бұл жерде не бар? Пайдалану туралы кітапшалар, бұл бізге қажеті жоқ. Ішінде сим-карта алуға арналған инесі бар, ұмыт кетпеңіздер. Мен сияқты лақтыра салмаңыздар. Смартфонның өзі қайда? Жақсы, рахмет. Бұл смартфонды біз шетке ала тұрайық. Дизайн өздеріңіз байқаңыздар, өте әдемі. Нақты экран туралы кейінірек айтатын боламын. Сонымен, қорапшаның ішінде тағы не бар? Зарядтау құрылғысы 10 Вт 2 амперға тең. Келесі, қораптың ішінде бізге 1 метр ұзындығы бар. Әрине 20-шы жылы микро USB форматындағы шнур салған екен. Неге Type-C форматында салмаған? Әлі түсініксіз. 21-ші ғасыр ғой, не істейсіз? Жақсы. Бұның барлығын біз салып, шетке алып қояйық. Енді нақты Realme C2 бюджетті смартфон туралы айтатын болайық. Енді бұл смартфонның дизайнына келейік. Оның екі түсі бар. Diamond Blue және Diamond Black. Қарапайым қазақ тілінде көк және қара түсі бар. Смартфонның артқы жағы шынымен де өте әдемі. Diamond, яғни бриллианттың қырлары сияқты сондай бір керемет дизайнмен жасалған. Енді жақтауларына келетін болсақ, бұл да пластик, арты сияқты түгелде пластиктен жасалған. Алдында, яғни экраны HD форматта, әрине Full HD форматта болмайды, себебі оның бағасы асып кетуші еді. IPS 6-да 1 дюйм, тығыздығы 1 дюймға 282 пиксель. Шындығында бұл пиксельдердің саны сізге көп нәрсені айтпауы мүмкін. Бірақ егер сіз бұған дейін қымбат смартфон пайдаланып, одан кейін осы смартфонды қолыңызға алсаңыз, онда суреттің сапасы көзіңізге көрінеді. Айтып отырған бюджетті смартфонда басты қазіргі тренд ол оның камерасы. Бұл жерде Realme өте ұтымды шешім қабылдаған, екі камера орнатқан. Бірінші камерасы негізгісі 13 мегапиксель, және де екіншісі ара қашықтық, яғни смартфон мен объектінің ара қашықтығын өлшеуге арналған 2 мегапиксельді камера. Шындығына келетін болсақ, екі нашар камера қойғанның орнына бір әдемі жақсы камера қою керек еді. Бірақ бұл маркетингтік жол деп түсіну керек. Енді алдыңғы камерасына, яғни фронталды камерасына келейік. Бұл жерде 5 мегапиксельді камера. Оның сапасы өте керемет, жақсы түсіреді деп айтпаймын, бірақ көңіліңізден шығады, себебі түрлі фильтрлерді қолдануға болады. Сонымен смартфонның жақтауларында не орналасқан қарастырайық. Ең астында кезекпен 3,5 мм мини-джек, яғни құлаққапқа арналған тедік, одан кейін микрофон. Бұл жерде айта кететін жайт, микрофон тек қана біреу ғана, екінші шумоподавлениеға арналған микрофон жоқ. Қарапайым сөзбен айтқан кезде, сіз басқа адаммен сөйлесіп тұрған кезде, айналаңыздағы барлық дыбыстар телефонның ар жағындағы адамға жақсы анық естіліп тұрады. Одан кейін дәл ортасында орналасқан микро USB тетігі, зарядтау жері, және де динамик. Бұл монодинамик, стерео емес. Әрине бұл бюджетті телефон, оны түсінуге болады. Әрі қарай смартфонның оң жақ жақтауында телефонды қосу және өшіру батырмасы орналасқан. Төбес жағында ештеңе жоқ.
Ал сол жақтауында жоғары жағында сим картаға арналған слот бар. Бұл жерде ескеретін жайт, бұған 2 нано сим карта және қосымша 1 SD карта салуға болады. Оның астында дыбысты жоғарылату және ақырындатуға арналған батырмалар орналасқан. Смартфонның ішкі құрылысына келетін болса, бұл жерде 8 ядролы, әлсіз емес MediaTek Helio P22 процессор орналасқан. Оның тактілік жиілігі 2 ГГц. Сонымен қатар смартфонды сатып алған кезде оның ішінде 9-шы Android операциялық жүйесі және ColorOS 6 Lite деген оболочкасы болады. Басында айтып кеткенде, бұл смартфонның ішінде 2 ГБ жедел жадысы және тұрақты 32 ГБ жадысы бар. Енді бұл смартфонның батареясына келек. Бұл жерде 4000 мАч тең аккумулятор орналасқан, 2 күнге жетеді. Смартфонда ойын ойнауды жақсы көретін адамдар сұрауы мүмкін. Бұл смартфонда ойын ойнауға бола ма деп? Мен болады деп жауап берем, бірақ егер сіз Asphalt 9 немесе PUBG Mobile сияқты ойын ойнасаңыз, бұл смартфон арасында қатып қалуы мүмкін немесе графикалық талаптарын төмендетуге тура келеді. Сондықтан бұл процессор мықты кең көлемді ойын ойнауға арналмаған деп айтсам қателеспеймін. Бұл смартфон видеоға Full HD форматта секундына 30 кадр жиілікпен түсіреді. Бірақ тұрақтандырғышы, яғни стабилизациясы өте нашар. Енді сіздердің назарларыңызға осы смартфонның камераларымен түскен суреттер мен видеоларды ұсынамыз. Достар, сонымен бұл смартфонды сатып алуға бола ма, болмай ма? Менің ойымша, оны сатып алуға болады, және де көпшіліктің көзінше қалтаңыздан алып шығып, бұлай сөйлесуге мақтанып фонд ретінде пайдалануға болады. Оны өздеріңіз шешесіздер. Сонымен қатар, егер оны алып біреуге сыйлаймын десеңіз де, ол лайықты сыйлық деп санаймын. Енді құдалыққа бұны апаруға бола ма, болмай ма, комментарийге жазыңыздар, ойларыңызды көрейік. Енді мен сіздермен қоштасамын, келесі пайдалы, қызықты бейнероликте кездескенше сау болыңыздар, біздің арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, репост жасаңыздар.